Апа, Ау? мен сізге 2000 емес 4000 теңге берейін. Бірінші мекін ашып беріңізші. Айта бер, айта бер. Менің әкем осыдан бір ай бұрын шетелге машина алып келуге кеткен ғой. Иә. Содан әлі жоқ. Қашан келеді, соны біліп бересіз бе? Біліп берейін, балам. Бисмилла рахманы рахим. Балам, әкең телефонын жоғалтып алыпты. Ой, қазір көреміз. Уайымдама. Әкең немістерден машина алып жатыр. Құдай қаласа 1-2 аптада келіп қалады. Апа, Ау? әкем Германияға емес Россияға кеткен еді ғой. Үйбай-ау, енді мынау Россиядағы немістермен келісіп алып отыр ғой машинаны. Сен не? Сен бейтірсің ба маған? Апа, не деп қуып отырсыз? Қуған не сей? Болды, осы жерден қоя салыңызшы. Ойбай, қойсаң қой. Менің әкем осынан 5 жыл бұрын өмірден өткен. Өлген әкемді немістен машина алайын деп жатыр деп. 2 аптадан соң қайтып келеді деп неге өтірік соғып отырсыз? Жұрттардың басын қатырмай, табатын табысыңызды адалынан тауып жемейсіз бе? Осыншама жасқа келіп, бүкіл елді адастырып отырсыз. Балам, қойшай. Қазір мына жерден кетпесеңіз, полиция мен телевидение шақырып масқараны шығарам. Шақырсаң шақыр. Қарай көр өзін, қараңғағыр. Сенің телевидениеден қорқатын адам бар дейсің ба?